Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен бірге қарастыратын тақырыбымыз манометрлер және сорғылар. Құрметті оқушылар, естеріңізде болса, өткен сабақта сіздермен бірге атмосфералық қысымды өлшеу тақырыбын қарастырған едік. Сол жерде сіздермен бірге атмосфералық қысымды барометр анероид деген құрылғымен өлшеуге болатыны туралы айтқанбыз. Ал енді бұл атмосфералық қысымды. Ал енді сұйықтың қысымын қалай өлшеуге болады? Әрине, бұл жерде де жақсы шешім бар. Бұл манометрлер деген құрылғылар арқылы өлшенеді. Манометрлер өте қарапайым құрылғылар. Олар у тәріздес түтік арқылы құрастырылған. Мына суретте көріп отырғандарыңыздай у тәріздес түтік берілген. Бұл жерде, мінекей, бұның ішінде кез келген сұйық орналастыруға болады. Су, спирт, май, түрлі сұйықтардың түрлерін қолдануға болады. Осының ішіндегі сұйықтықтар, білесіздер, қатынас ыдыстар деген тақырыпты қарастырған едік, иә? Паскаль заңы бойынша берілген сұйық өзіне берілген көлемді толық алады. Енді осы жерде, мінекей көріп отырсыздар, сұйықтардың деңгейлері қандай? Бірдей. Бұл жерде демек сыртқы қысым бұл екі деңгейде де не қылып тұр? Теңеріп тұр. Енді біз суреттің сол жағына қарасақ, бұл жерде ыдыстың ішінде қандайда бір газ немесе сұйық орналасқан болсын делік. Осы газдың қысымын өлшеу үшін осы манометр деген құрылғыны біз қолдана алады екенбіз. Мына көріп тұрсыздар, у тәріздес түтікшенің бір жағы бізде резеңке түтікшемен жалғанған. Демек, резеңке түтікшенің бір жағын тағы қорапшамен жалғайды. Бұл қорапшаға егер біз қолымызды тигізіп оған басатын болсақ, онда әрине бұл жердегі сұйықтықтың деңгейі не қылады? Әрине өзгереді. Бір жағына қысым түсудің нәтижесінде сұйықтық не қылады? Төмен қарай қозғалып, мына жағы деңгейі не қылады? Жоғары қарай көтеріледі. Мінекей, сол арқылы және у тәріздес түтікше бұл жерде шкаламен жабдықталған. Енді осы шкала арқылы атмосфералық қысымның және қысымның берілген газдың қысымын өлшеуді қазір сіздерге үйрететін боламын. Оны келесі мысалдан қарастырайық. Бізде мына тұрған у тәріздес түтікше белгілі бір сұйықтықпен толтырылсын деп есептелік. Бұның ішіндегі сұйықтық бізде сынап болсын деп есептейік. Ал енді сынаптың бізге несі белгілі? Оның тығыздығы белгілі. Сол тығыздығын сіздермен бірге жазып алайық. Ро сынаптың тығыздығы бізде 13600 килограмм бөлінген метр куб. Бізге енді мына ыдыстың ішіндегі газдың қысымы неге тең? Соны осы манометр арқылы қалай анықтауға болады? Көріп отырғандарыңыздай, мына ыдыстың ішіндегі қысым бұл газдың қысымы деп белгілейік, оны П газ деп есептейік. Мына ыдыстың қысымын табу үшін, мына R газ деп белгілеп қойдық. Оны табу үшін атмосфералық қысымды осы түтікшенің ішіндегі қысымның өзгерісіне не қылуымыз керек? Қосуымыз керек. Өзгерісін біз дельта П әріпімен белгілейміз. Әрине, енді мінекей бұл жерде көріп отырсыздар, белгілі бір биіктікке өзгеріс байқалып тұр, иә? Оны мінекей мына жерде көрсетейін. Мінекей газдың биіктігі, өзгерісінің биіктігі, манометрдің ішіндегі сұйықтықтың өзгерісінің биіктігі H. Бұл нешеге тең бізде? Мінекей 1, 2, 3, 4. 4 бөлікке тең. 4 сантиметрге тең деп алайық. H тең бізде 4 сантиметрге. Ал енді бізге атмосфералық қысымның неге тең екені белгілі, иә? Біз атмосфералық қысымды 760 миллиметр сынап бағанасы немесе оны шамамен оның 5-ші дәрежесі паскальға тең деп алған болатынбыз. Ал енді бізге белгісіз осы дельта П. Дельта П-ны табу үшін біз не істейміз? Осының ішіндегі қысымның, гидростатикалық қысымның формуласын қолданамыз. П тең дельта П. Ро сынап көбейтілген G көбейтілген H-қа. Есептейік. 13600 бұл сынаптың тығыздығы килограмм бөлінген метр куб. Көбейтеміз 9,8 ньютон бөлінген килограммға. Және көбейтеміз H биіктікке
Оны біз 4 сантиметр дедік. 4 сантиметріміз 0,4 метрге тең. 0,4 метр. Енді осыларды көбейтіндісі бізде 5440 паскальға тең болады. Ал енді біз осы ыдыстың ішіндегі газдың қысымын мына формула арқылы анықтаймыз деп айтқан едік. Енді орнына қояйық. P газ тең болады. Бізде оның 5-ші паскальды балалар өзінің шамасымен алсақ 101.300 паскальға тең деп жазсақ, бізде мына 5440 паскальға қосқанда ыңғайлы болады. Енді атмосфералық қысым, P атмосфералық қысымның орнына 101.300-ді жазамын. 300 паскаль қосылған 5440 паскаль. Сонда бізде 106.740 паскаль шығады. Неге көріп тұрсыздар? Бұл жердегі газдың ішіндегі қысым атмосфералық қысымнан қандай болып тұр? Жоғары болып тұр. Сондықтан біздің түтігіміздің ішіндегі сұйықтықтың деңгейінің көтерілгенін көрсетеді. Балалар, мына жерде 101.300 паскаль бұл оның 5-ші дәрежесі паскальға шамамен тең. Сондықтан оның 5-ші дәрежесі паскаль бұл шамамен. Сондықтан осындай белгіні қоюды ұмытпайық. Ал енді балалар, сіздерге тағы бір мысал келтіргім келіп тұр. Енді біздің жаңа ғана алған мысалымызда біздің газдың қысымы атмосфералық қысымнан жоғары болған еді. Сондықтан мына жерде бізде түтікшедегі сұйықтың деңгейі төмен түсіп, екінші жағы көтеріліп тұрды. Ал енді керісінше біздің газымыздың қысымы керісінше атмосфералық қысымнан төмен болған жағдайда біз оны қалай есептейміз? Қайтадан осы формулаға қайта жүгінеміз. Бұл жерде енді P атмосфералық қосылған дельта P бұл осы мысал үшін жазылды. Ал егер бізде атмосфералық қысымнан егер бұл газдың ішіндегі қысым төмен болатын болса, онда біз P газ тең болады. P атмосфералықтан азайтамыз дельта P-ны. Сол кезде біз газдың қысымын анықтай алатын боламыз. Балалар, өткен сабақта сіздермен бірге атмосфералық қысымның тақырыбын қарастырған кезде дәрі-дәрмек егуге арналған шприцтің құрылымымен танысып кеткен болатынбыз. Сол жерде біз айтқанбыз, шприцтің поршені мен сұйықтықтың арасында ауасыз кеңістік орналасқанның нәтижесінде сыртқы атмосфералық қысымның жоғары болуының нәтижесінде шприцпен бірге дәрі-дәрмектің сұйықтығы бірге ереді деп. Тура осы принциппен сорғылар да жұмыс жасайды. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта сіздермен бірге манометрлер және сорғылардың жұмыс істеу принципімен таныстық. Сіздерге екі жағдайды түсіндірдім. Манометр дегеніміз не? Және манометрлердің ішіндегі сұйықтықтың деңгейіне байланысты газдың қысымын қалай өлшеуге болатыны туралы айтып кеткен болатын. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.